Қазіргі уақытта қоғамда дін дегенді намаз, ораза, зекет, қажылық деп ұғынады. Осы діннің қағидалары деп түсінеді да, оның аясын, шеңберін шектеп қояды. Жалпы дін дегеніміз адам баласының туылғаннан бастап бұл дүниеден өткенге дейінгі аралықтағы кішкентай бала күнінен бастап ер жетіп, үлкен азамат болып, қария болып, бұл дүниеден өткенге дейінгі аралықтағы қарым-қатынасы, тұрмыс тіршілігінің барлығы дін. Себебі бұл Алланың үкімін, пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассаламның сүннеттері бұл жалпы адамзаттың өмір сүру құндылықтарына кіріп кеткен, сіңіп кеткен. Орта Азияда өмір сүріп жатқан мұсылман халықтарының қай-қайсысын алмаңыз, олардың әдет ғұрып салт дәстүрдің бәрі түбі діннің қағидаттарына барып тіреледі. Дін ол көркем мінезділік. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бұл әлемге не үшін жіберілді? Мейірім шапағатын төгу үшін және де көркем мінезді қалыптастыру үшін жіберілген. Бойына ізгілікті сіңіре отырып, қоғамда, ортада, жалпы айналасында ол мейір шапағатын шаша білу керек. Көркем мінезді, яғни не істеу керек? Ғибрат етіп, өзгелерге ұсына білу керек. Дін дегеніміз сол. Адамның бойында сондай ізгіліктің нұры, шарапаты төгіліп тұратын болса, адам, діннің несі осындай болатын болса, мен неге бұл дінді оқымасқа, мен де бұл дінмен неге танымасқа, мен де оның қағидаларын неге орындамасқа деген сияқты адам сіздің көзқарасыңызға, сіздің көркем мінезіңіз арқылы хақ жолды таба білу керек.